Сәлем достар, бүгін сіздерге зат есім тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламын. Бүгінгі біздің үйренетін тақырыбымыз саналатын және саналмайтын зат есімдер, достар. Кеттік. Саналатын және саналмайтын зат есімдерді ағылшын тілінде біз countable and uncountable nouns деп айтады екенбіз, достар. Саналатын зат есімдердің өзіндік бір ерекшеліктері бар. Осыларға қысқа тоқтала кетейік. Сол арқылы сіздер келешекте ажырататын боласыздар. Мысалы, саналатын зат есімдердің алдында немесе деген артикль қойылады, достар. Немесе n деген артикль зат есімнің жекеше түрде, яғни бір зат екендігін білдіруге арналған. Мысалы, a dog, бір ит деген сөз. A dog. An apple, бір алма деген сөз. An apple. Қай кезде біз қоямыз, қай кезде n қоямыз, достар. N қоятын кезімізде біздің зат есіміміздің алғашқы әріпі дауысты дыбыс болу керек. Сол уақытта біз n деген артикльді қоямыз. Егер де біздің зат есіміміз дауыссыз дыбыстан басталатын болса, d әріпі мысалы, ондай жағдайда біз деп жалғыз өзін ғана қояды екенбіз. Осындай ғана ерекшелігі бар. Бұл біріншісі. Екінші ерекшелігі, бұл зат есімдердің, саналатын зат есімдердің жекеше және көпше түрлі формалары міндетті түрде болады, достар. Яғни сіз бір зат есімді, бір ит, мысалы, one dog, two dogs деп көпше түрде айта аласыз. Ал саналмайтын зат есімдерге тоқталатын болса, олардың көпше түрдегі формасы болмайды, достар. Мысалы, one man, two men болып ауысады, достар. Мына manның көпше түрдегі формасы man болып жазылады. Осылайша біз зат есімдерді жекешеден көпше түрге айналдыра алсақ, демек бұл зат есімдер саналатын зат есім деген сөз, яғни countable nouns деген сөз. Келесі артықшылығы, достар, сұрақ қойған кезде, зат есімдер қанша деп санайтын кезімізде біз how many деген тіркесті қолданамыз. How many деп қолданатын болсақ, демек ол зат міндетті түрде саналатын заттардың қатарына жатады деген сөз. How many books are here? Мұнда неше кітап бар деген сөз. How many, көрдіңіз бе? Books саналатын сөз болғандықтан біз how many-ді қолданамыз. Келесі сұрақта how many dogs do you have? Сенің неше итің бар? Деген сөз, бұл жерде де біз саналатын зат болғандықтан how many деп қолдана алады екенбіз, достар. Жалпы осымен біз countable nouns, яғни саналатын зат есімдер туралы ақпарат алдық. Келесі бөлімде сіздерге саналмайтын зат есімдерді түсіндіретін боламын. Кеттік. Саналмайтын зат есімдердің өзіндік бір сипаттары бар. Бұл сипаттардың әрқайсысын бөлек-бөлек мен сіздерге қазір жазып қойдым. Мұқият тыңдаңыздар, үйрететін боламын. Кеттік. Ең алдымен саналмайтын зат есімдер белгілі бір санменен өлшенбейді екен. Мысалы, бір ауа, 2 шекер, 3 күріш деп айтпаймыз. 1 килограмм деп айтуымыз мүмкін, 1 литр деп айтуымыз мүмкін. Сол сияқты ерекшеліктер бар. Кеттік, тыңдап отырыңыздар. Саналмайтын зат есімдер, достар, сұйықтық халінде, ұнтақ халінде, немесе газ халіндегі, газ түріндегі заттарға көбінесе қолданылады екен. Осыны кішкене есімде сақтайық. Үшінші бөлім бар. They are used with a singular verb дейді. Саналмайтын зат есімдер жекеше етістіктермен ғана қолданылады екен. Сөйлем жасалған кезде. Мысалы, a cup of tea is so hot. Яғни бір кесе шайымыз ыстық деген сөз, тым ыстық деген мағынаны білдіреді. Сипаттау барысында біз етістік қолданған кезде жекеше етістіктерді қолданады екенбіз. Келесі бөлім бұл they usually do not have plural form. Саналмайтын зат есімдердің көпше түрдегі формасы болмайды, достар. Мысалы, tea, sugar, teas, sugars, airs, rices деп біз s қосымшасын жалғап, ол заттарды көпше түрде еш уақытта қолдана алмайды екенбіз. Мына сөздерді естігенде шығарсыз. Tea деген шай, sugar шекер, air ауа, rice knowledge, money, love, fear, safety. Fear деген қорқыныш, safety деген бұл қауіпсіздік деген сөз. To express quantity we use, біз бұл саналмайтын зат есімдердің санын, қанша көлемде екендігін көрсету үшін белгілі бір тіркестерді қолданады екенбіз. Бұл тіркестерді жаттап алып, сол зат есімдерменен бірге қолданып үйренсеңіз, нұр үстіне нұр болады. Саналмайтын зат есімдердің санын, көлемін көрсету үшін белгілі бір тіркестер қолданылады екен, достар. Ол қандай тіркестер? A lot of, much, a bit of, some, a little bit, a great deal of something деп қолданылады. Мысалы, a lot of knowledge, өте көп білім деген сөз.
Much money, көп ақша деген сөз. A bit of love, кішігірім махаббат деген сөз. Some sugar, біраз шекер деген сөз. Осылай біз мына тіркестер арқылы кез келген саналмайтын зат есімдерді санай алады екенбіз. Яғни олардың көлемін аз немесе көп екендігін көрсете алады екенбіз. To say exact measurements. Бұл саналмайтын зат есімдердің нақты көлемін көрсету үшін, яғни бір дана емес, килограмммен өлшенеді, немесе литрмен өлшенеді, тым көп, тым аз дегендігін білдіру үшін белгілі бір тіркестер қолданамыз. Мысалы, a cup of, бір кесе деген сөз. Cup негізі чашка деп айтылады. Kilogram, 1 kilogram of something, яғни 1 килограмм бір нәрсе деп қолданаламыз. 1 liter of something, an hour of something, бір сағат бір нәрсе. A day of something, бір нәрсенің бір күні деген сөз. A cup of coffee, 1 kilogram of rice, an hour of love. Деп осындай тіркестер жасау арқылы біз нақты бір көлемін, санын айта алады екенбіз. Тағы бір формасы бар. Бұл жерде біз саналмайтын зат есімдерге сұрақ қоятын кезде белгілі бір сұраулы есімдікті қолдануымыз керек. Бұл есімдік how much есімдігі. Есімізде болса, саналатын зат есімдерге сұрақ қоятын кезде біз how many деген тіркесті қолданған болатынбыз. Ал саналмайтын зат есімдерге біз how much деп айтады екенбіз, достар. Қараңыз. How much money do you have? Неше ақшаң бар? Қанша ақшаң бар деген сөз. Money деген саналмайтын зат болғандықтан how much деп қолданамыз, достар. How much time do you need in order to get to Moscow? Саған қанша уақыт керек Мәскеуге бару үшін деген сөз. How much time? Көрдіңіз бе? Time деген уақыт, ол да саналмайды. Яғни бір уақыт, екі уақыт деп санамаймыз. Бірақ уақытты сағат арқылы санап көрсете аламыз. Бұл өз алдына бөлек бір мәселе, достар. Сонымен саналатын, саналмайтын зат есімдердің ерекшеліктерін осылайша үйренген болдық, достар. Жаттығуларын жасау арқылы сіз одан әрі біліміңізді тереңдете аласыз. Түсіндіре алдым деген ниеттемін. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлематты болыңыздар.